соңғы уақытта цифрландыру, цифрлық технология секілді мүлде жаңа бағыттар дамып өркендеп келеді. Бұл жөнінде осы күн дейін талайды осы мінберге шыққан басқа да комиссия мүшелері айтты. Көптеген елдер қоғамдық өмірдегі осындай жаңашылдықтарды ескеріп, тиісті нормаларды конституциялық құқықтық жүйеге енгізіп қамтамасыз етуді ойластыруда. Біздің ел алғашқылардың бірі болып цифрлық деректерді қорғау нормасын негізгі заңға енгізіп отыр. Бұл туралы 21-ші бапта толық қамтылған. Яғни сол 21-ші баптың 1-ші тармағында жеке өмірге қол сұқпау құқығына, жеке және отбасы құпиясын болу құқығына, цифрлық технологияларды қолдануды қоса алғанда дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан қорғау құқығына заңмен кепілдік беріледі деп жазылған. Сол секілді осы баптың 2-ші тармағында банк операцияларының, жеке салымдар мен жинақтардың, жазысқан хаттардың, телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта хабарламаларын және байланыс құралдарының, оның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы берілетін өзге де хабарламалардың құпиясы заңмен қорғалады деп бекітілген. Яғни цифрлық кеңістікте жеке деректерді қорғау, адам құқықтарын қорғаудың жаңа өлшемі ретінде тұңғыш рет Конституцияда белгілеп отырған елдердің бірі боламыз. Бұл жаңа Конституцияның болашаққа бағытталған тағы бір дәлелі.